Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді, керемет болып шығатын донер жасайтын боламыз. Үй жағдайында жасалынатын донер небәрі 4 қана азық-түліктен ғана тұрады. Осындай әдемі, керемет, дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге донердің қамыры қажет болады. Ол бізде супермаркеттерде, болмаса азық-түлік сататын дүкендерде сатылады. Осындай жұқа қамыр қажет болады. Дөңгелек. Бұндай қамырларды біз үй жағдайында жасап алсақ та болады. Мен осындай дүкендерден сатып алдым. Осындай дөңгелек, көлемі үлкен қамыр. Енді бізге осындай фри қажет болады. Бұл фри менің каналымда рецептісі бар. Қалай жасалу жолдары өте қытырлақ, дәмді болып шығады. Сіздер де қарап жасап көріңіздер. Мен алдын ала дайындап қойдым. Және де қызанақ қажет, қияр қажет болады. Жіңішкеле осылай дайындап қойдым. Және де тауықтың төс еті қажет болады. Немесе ет қоссаңыздар да болады. Осылай тауықтың төс етін майға қуырып осылай жасап қойдым алдын ала. Енді біз қамырымызға кетчупымызды жағамыз, және де майонезімізді жағатын боламыз. Осылай екеуін де араластырып, осы қамырымызға жағып аламыз. Яғни астыңғы бөлігіне осылай майонез бен кетчупты араластырып жағатын боламыз. Одан кейін тауықтың төс етін осылай видеода көрсетілгенде қылып жайғастыратын боламыз. Және де үстіне фрейімізді саламыз. Қызанағымызды, қиярымызды салып, видеода көрсетілгенде қылып, қамырымызды орайтын боламыз. Донерді негізінде барлық қоспаларды қосуға болады. Мысалға салатты салсақ болады, сәбіз салатын, капуста салатын салуға болады. Немесе тауық етін қуырып, болмаса кәдімгі етті қуырып, болмаса асып салуға болады. Неше түрлі қылып, ішін қоспаларын әртүрлі азық-түлікпен жасауға да болады. Мінекей біз осындай қылып орап жасап шықтық. Осындай табамызға салдық. Енді келесі донерімізді дәл осындай қылып, осы реттілікпен жасап шығатын боламыз. Бірінші майонез бен кетчупты жағып, осылай қамырымызға, одан кейін тауық етін саламыз, тауықтың төс етін саламыз, және де қызанақты, қиярды салып, жаңағы видеода көрсетілгенде қылып, орап, қайтадан табамызға салатын боламыз. Табамызда осылай үшеуінде салып шықтым, 3 донер шықты. Менде енді осыны 150 градуста 3 или 5 минутта екі жағын қызартып аламыз. Неге достар, біздің донеріміз дайын болды. Өте оңай әрі дәмді болып шығады. Үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Өте керемет, тойымды болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Алда талай жақсы рецепттер шығатын болады. Барлықтарыңызға ас болсын.